Білесіңдер ме, мен қыздар арасындағы достыққа сенетінмін. Қаншама адам мұны жоққа шығарса да, мен өзімді және құрбым Лаураны мысал ретінде айтатынмын. Онымен кезінде дос болатынбыз, және жай дос емес, әпкелі сіңілі секілді болдық. Бірақ сосын арамызда бір жағдай болды. Қазір бәрін түсінесіңдер. Менің атым Аннабель, жай ғана Анна десеңдер болады. Әжем ауырып қалғандықтан біз отбасымызбен басқа штатқа көшіп кеттік. Оның алдында Чикагода тұратынбыз. Ол жер бізге қатты ұнайтын. Өзіміздің үйіміз болды, мен қымбат мектепке бардым, ата-анам жұмыс істеді, ал бізге бала күтуші Элли қарайтын. Мен оны жақсы көретін едім, өйткені кішкентайымнан бағып-қағып өз баласындай қарап келе жатыр. Және сол кісі өмірде жақсы нәрселер кездесетінін үйретті. Мысалға, анам әрдайым көшедегі ит-мысыққа тамақ беруге, оларға жақындауға тыйым салатын. Өйткені көшеде қаңғып жүрген мақұлықтарды ауру деп ойлайтын. Бірақ Элли емес. Ол дүкенге арнайы барып, тамақ сатып алып, қаңғыбас ит-мысықтарды тамақтандыратын. Эллидің отбасысы болмады. Мүмкін бізге туған балаларындай қараған осыдан шығар. Ол бізге өзінің ең жақын құрбысы жайлы оқиғасын айтып бергені есімде. Элли үшін өте жақын адам болған екен. Жас кезінде достарымен демалуға барыпты. Элли өзінде шомылып жүргенде суға ағып кете жаздапты. Ең жақын құрбысы көмектесемін деп өзі су астына кеткен екен. Құрбысы үшін өзінің жанын қиған. Нағыз достық деп осыны айтуға болады. Мен де өзіме жақын, жанашыр, мені түсінетін жақын құрбыларымның болған армандайтын едім. Басында айтқанымдай, әжеміз ауырып, ата-анам мен соның үйіне қамқор болу үшін көшіп бардық. Чикагодағы үйімізді сатып жібердік, ал бала күтуші өмір бойы тұрған қаласын тастағысы келмей сонда қалып қалды. Онымен айырылысқым келмеді, бірақ кетуімізге тура келді. Не дегенмен басқа штатқа көшіп келдік. Бұл өмірді жаңа парақшадан бастаудың керемет жолы деді анам. Бұл жерде ұзаққа қалатынымызды түсіндім. Сондықтан амал жоқ, көнуге тура келді. Ең алдымен маған жаңа мектеп іздедік. Бұл мен үшін қорқынышты нәрсе еді. Өйткені өмірімде бірінші рет мектеп ауыстырамын. Қалай болады екен, сыныптастарыммен тіл табыса аламын ба деген ойым басым болды. Ал сіңілім мүлдем басқа тұрмайды. Керісінше оған жаңа нәрселердің бәрі ұнап жатты. Ол үшін бұл шытырман оқиға секілді көрінетін. Мектептегі алғашқы күнімді ешқашан ұмытпаспын. Мектепке келгенде 20 минуттай сыныпқа кіруге рұқсат бергенше күтіп тұрдым. Бұл уақытта айналамдағылардың көзқарастарымен қоршап алды. Олар өте көп, ал мен жалғызбын. Бұл 20 минут 20 сағатқа татығандай болды. Бәрі маған тесіле қарап қалған. Бейтаныс көздер. Кіммен қалай танысамын, не айтамын? Негізі мұндайда Элли қолдау көрсетіп кеңес беретін еді. Осылай өз оймен арпалысып жетімсіреп бір бұрышта тұрғанымда, мұғалім бізді сыныпқа кіргізді де мені таныстырды. Міне қызықтың көкесі сол кезде басталды. Менің қалам оларға не істеп қойғанын білмеймін, бірақ қай жақтан келгенімді білгенде бәрі ала көздерімен қарай бастады. Сыныптан шығып бара жатқанымда біреулер аяқпен шалып қалуға тырысты. Еденге бетпен құлай жаздадым, бірақ сол сәтте мені Лаура ұстап қалды. Ол менің ең жақын құрбым болған қыз. Негізі өзі көкбет, бірақ менімен жақсы араласатын, мейірімділік танытатын. Шынымды айтсам, өзі бір қызық адам. Біз екеуміз ажырамас дос болдық. Басында ол менің күзетшім секілді болды. Әрдайым басқалардан қорғап, мектептегі ережелерді түсіндіріп, мұғалімдер мен басқа оқушылар жайлы айтып беретін. Кез келген мәселе бойынша кеңес беріп, маған көп көмектесті. Оның жанында өзімді жайлы сезінетінмін. Өзіме деген сенімім арта түсетін. Ата-анам да уайымдамайтын. Жылдар өткен сайын достығымыз нығая түсті. Бірге көп уақыт өткізетінбіз. Апалы сіңілі сияқты болып кеттік. Өміріміздегі әр оқиғамен бөлісеміз. Мектепте бірге, ал түнде телефон арқылы ұзақ әңгімелесеміз. Бұл қызды өмір бойы білетіндей күй кештім. Қыздар арасында достық болмайды деген сөзге қарсы едім. Бұл сөзді айтқандардың бәріне сендер менің құрбым Лаура сияқты адамды ешқашан кездестірмегенсіңдер дегім келетін. Достығымыз мәңгіге жалғасады деген оймен болашақта бір күнде тұрмысқа шығып, ана атанып, отбасылық достықты жалғастырамыз деп армандайтын едік. Болашаққа жасаған жоспарымыз керемет еді. Бірақ өмірде біз ойлағандай бола бермейді екен. Арамыздағы кикілжің сұлулық байқауынан басталды. Әрине біздің сыныптың атынан Лаура қатысамын деп шешті. Ал мен жақын құрбысы ретінде оның ойын қолдап жетістікке жететініне кәміл сендім. Ол әдемі, ақылды, міндетті түрде қарсыластарынан басып озады. Біздің сыныптан басқа ешкім қатыспағанын таңғалдырмайды. Өйткені бәріміз оның жеңісіне сенген едік. Осы жарыс болатынын айтқан кезде бәріміз тек соны талқылай бастадық. Тіпті кейде жалығып та кетемін. Лаура екеуміз барлық шарттарды мұқият оқып шықтық. Істейтін жұмыс көп екен. Әдемі көйлек, шаш үлгісін жасау қажет, маникюр, педикюр жасап үлгеру керек. Оған қоса өзіңді таныстыру үшін ән, би немесе өлең шығарып төрешілердің сұрақтарына жауап беру, отбасың жайлы баяндап беру дегендей талаптарды орындау қажет.
Сондықтан бәріне үлгеру үшін мектептен кейін екеуміз оның немесе менің үйіме дайындалуға баратынбыз. Міне сондай күндердің бірінде біз Лаура екеуміз мектепке келдік. Бір кезде Лаура Милана есімді бір жүлік қызбен сөзге келіп қалды. Әлгі Милана менің құрбыма «Сен бос кеудесің» деп тіл тигізді. Лаура қарап тұрсын ба, шашына жармасып бір уыс шашын жұлып алды. Милана ызаға булығып «Сен швабрасың» деп айқайлады. Ал маған Лаураның тілі салақтағыш күшігісің деді. Бұл сөздері енді сүйегімнен өтіп кетті. Бірақ астарын бірден түсіне алмадым. Лаура менің қолымнан ұстап, ол жерден кетейік деді. Бірақ мен қолымды жұлып алдым да Миланаға «Жалғастыр, тағы не айтасың» деп тұрып алдым. Сен не, көріс оқырсың ба? Сен оның артынан ит сияқты сүмеңдеп жүресің. Ол сені пайдаланып жүргенін білмейсің бе не? Сенің алдыңда да бір қыз солай Лаураның қырсоңынан қалмай жүретін. Бірақ Лаура оның жеріне жеткен соң бәрін тастап басқа қалаға көшіп кетуге мәжбүр болды деп Милана ойындағысын айтып салды. Сол кезде құрбылары жүгіріп келді де оны ертіп кетті. Мен болсам тұрған жерімнен қозғаламай қатып қалдым. Жаңағы айтылған сөздерді қорталар емеспін. Лаура қолына жұлқылап оның айтқандарына мән бермей, олай ойлама дей берді. Сосын екеуміз дәмханаға бардық. Сол кезде қарсы алдымда отырған құрбыма асықпай қарадым. Өте сұлу, өзімшіл, дегеніне қол жеткізе алатын қыз. Тіпті сусын ішкеннің өзі керекше. Ал мен ше, мен кіммін? Бірінші рет сырт көзбен қарап шошып кеттім. Жаныма қатты батты. Мен Лаурадан бұрынғы құрбысы жайлы сұрадым. Бірақ ол әңгімені басқа жаққа бұрып айтқысы келмеді. Мен қайта сұрай бердім. Болмаған соң бәрін айтып берді. Әлгі қызбен те тура біз сияқты жақын дос болған екен. Бірақ бір күні құрбысы мектепке ерекше әдемі болып келгенде Лаура оны өшіріп тастапты. Бір кезде санама бір ой келді. Мен оған арулар байқауына мен де қатыссам қайтеді деп сұрадым. Лаура қатты күліп жіберді де бұдан былай олай қалжыңдамашы деді. Неге? Сенің ойыңша мен лайық емеспін бе? Ол үндеместен жерге қарады. Міне сол сәтте бәрін түсіндім. Лаура менімен ыңғайлы болған соң ғана дос болып жүр екен. Мен өзіме сенімді емеспін, өйткені өзімді әдемімін деп санамаймын. Оның қасында түрім онша емес деген ой басым болды. Ал Лаура менің қасымда өзін керемет сезінетін, әдемірек көрінетін. Соның бәрін түсінгенде айғай салып жылағым келді. Орнымнан тұрдым да үйге кетіп қалдым. Ешкімді көргім келмеді. Бір-екі күн сабаққа да бармадым. Сосын сіңілім келіп не болғанын сұрай бастады. Ішімдегі шерімді тарқатып бәрін айтып бердім. Ол Лаураның бойында соншалықты ерекше ештеңе жоқ екенін айтты. Қанша жерден сұлу болса да ол тәкаппар. Сенің бойыңдағы қасиеттерің тән сұлулығынан әлде қайда маңызды деді. Шынайылық, мейірімділік, қарапайымдылық адамға керегі осы. Бір кезде мен өзімді біреудің құйыршығы емес екенімді, жеке көзқарасы бар, жеке ойы бар адам екенімді дәлелдегім келді. Келесі күні мектепке келдім де арулар байқауына жазылдым. Лаура маған бірнеше мәрте олай жасама, бәрібір жеңіске жете алмайсың ғой, райыңнан қайт деді. Бірақ мен алған бетінен қайтпадым, тіпті онымен сөйлеспей де қойдым. Осылайша оның басты қарсыласына айналдым. Мен оның дайындап жатқан бағдарламасын толық білетінмін, егер өзгертіп жібермесе. Мен оған қарағанда әлде қайда ақылдырақ едім. Сол себепті де менің дайындаған қойылымдарым мықты әрі тартымды еді. Арамызда туындаған мәселе күн сайын ушыға түсті. Тіпті бір күні Лаура менің үйіме барып байқауға дайындап жатқан көйлегімді бүлдіріп кетіпті. Оны білгенде мен кек алу үшін бәрін жасадым. Оның әлсіз тұстарын мен жақсы білетін едім. Джек оның өлердей ғашық болған жігіті. Мен оған Лаураның атына хат жазып жаттығуда жүрген кезінде киімнің қалтасына салып кеттім. Жігіті бәрінің көзінше Лаураны мазақ етіп қарқылдап күлді. Мен оның TikTok және Instagram аккаунттарының құпия сөздерін өзгертіп тастадым. Қалай дейсіздер ме? Ол бір күні біздің үйге келіп менің компьютерімнен кірген болатын. Ашық тастап кеткен ғой. Мен оған курьер арқылы мысықтың жүнін араластырып гүл шоғын жібердім. Жүнге аллергиясы бар болатын. Содан кейін мектепке үсті басы қызара бөртіп, бет аузы ісіп келетін болды. Ал сосын екеуміздің суреттерімізді түгел жыртып, маған берген бүкіл сыйлықтарын сындырып пошта арқылы өзіне қайтардым. Біздің достығымыз бітті деген сөз еді. Лаура не істерін білмей басы қатты. Бір күні ол менің есігімнің алдына келіп өкіріп жылады. Мен көре тұра шықпадым. Оның әртістік қабілеті керемет емес пе? Түріне қарап жиіркеніп кеттім. Шықпай қойдым. Бірнеше сағат отырды-ау. Анам жаны ашып қой барып сөйлес деген соң амал жоқ шықтым. Баспалдақтан түсе бергенім сол еді. Жүгіріп келіп мені құшақтап, жалынып, жалбарынып кешірім сұрай бастады. Ол өзінің кінәсін мойындап, ақымақ болған, маған иттік жасаған қайта айта берді. Мен оған сенген жоқпын, сене де алмаймын. Бірақ Лаура ант су ішіп, бұдан былай олай жасамаймын деп уәде берді. Ертең екеуміз байқауға қатысамыз. Егер сен жеңіп шықсаң, мен сен үшін қатты қуанамын. Бірінші болып құттықтаймын деді Лаура. Мен оны кешірдім. Екеуміз ұзақ сөйлестік. Менсіз қандай қиын болғанын айтып, ағынан жарылды. Сосын дәмханаға барып тамақ ішіп үйге тарқастық.
Мәселе шешімін тапқан соң жайланып жатып ұйқыға бастым. Мен оған өзімнің кім екенімді дәлелдедім. Лаура мені мойындады деп іштей мәз болдым. Ертесі күні отбасымызбен байқауға дайындалдық. Керек жарағымды алып мектепке бардық. Барсам, Лаура да келген екен. Керемет киініп боянып алыпты. Біз екеуміз көп суретке түстік те сахнаға беттедік. Байқау керемет өтіп жатты. Сәнді көйлектерімізді көрсетіп, барлық кезеңнен сүрінбей өттік. Ең соңғы ақтық мәреге жеткенде мен өзімді жайсыз сезіндім. Кенет ішім ауырып, екі бүктеліп қалдым. Анам шошып сахнаға жүгіріп шықты. Ішім ауырып барады. Бір кезде құсқым кеп әжетханаға қарай жүгірдім. Бірақ жеткенше шыдай алмай жол-жөнекей әбден құсып алдым. Сонымен не керек, жедел жәрдем шақырып, мені ауруханаға алып кетті. Тамақтан уланған екенмін. Мүмкін емес, мен кешкісін тамақ ішпедім ғой деп едім. Дәрігер қандай сусын ішкенді сұрады. Сол сәтте есіме түсті. Аяқ қолым дірілдеп, Лаура деп жындатам сияқты айғайға бастадым. Иә, өздеріңде түсінген шығарсыңдар. Менің жан құрбым деп шаң жұтпай жүрген Лаурам коктейльге бір нәрсе араластырған екен. Мен содан уланып қалыппын. Оның айласы бәрібір оған жеңіске жетуге көмектеспеді. Өйткені сұрақ-жауап кезеңінен оңбай сүрінді. Иә, ол әдемі, бірақ топастың топасы болатын. Ауруханадан шыққан соң мұрным бұзып шашын жұлып қолына ұстатамын деп ойладым. Бірақ менен бұрын ата-анам үйіне жетіп барған ғой. Бірақ оның істеген дәлелдей алмапты. Қолда айғақ жоқ. Мектептің еденінде қалып қойды емес пе? Сол күннен бастап арамыздағы достық үзілді. Әрине, мен үшін достық болды, ал ол үшін мен жай ғана ыңғайлы адам едім. Дегенмен бұл оқиғадан жақсы сабақ алдым. Кімнің кім екенін ажырататын болдым. Өзіме шынайы достар таптым. Ал Лаура жалғыз қалды. Өзіне де сол керек. Сендердің достарың қандай? Лаура сияқты сұм қыздарға кезіккендерің бар ма? Бөлісе отырыңдар. Каналға тіркеліп, лайк басуды да ұмытпаңдар, достар.